Сәлем достар, мына дауысты тазартып көрейік. Бір. Дауысым естіліп тұр ма? Немесе менің істемей қалған бір фенім бар еді. Істейді, бірақ шашты желдетеді, бірақ дауысы бар бір ыңғайсыз. Көрейік. Неке феннің қосылып тұрғаны менің шашымның қозғалысынан білінеді деп ойлаймын. Қалай деп жатсаңыздар, қазір үйретемін. Бана ол үшін бізге тек қана бір сайт керек, телефонмен немесе ноутбукпен істей берсеңіздер болады. Мінекей достар, мен мына жерде екі шум жасап қойдым. Қазір осы екеуін тазартатын боламыз. Бірінші алдыңғы видеодағы миксердің шумы, екіншісі вентилятор, яғни қарапайым шум. Кеттік. Так, бізге мына Auphonic дейтін сайт керек болады. Мінекей логотипі осындай, Auphonic деп өйстіп жазасыздар, сол кезде сіздерге осылай ашылады. Өте оп-оңай сайт, логинді басасыздар. И өздеріңіздің Google немесе Apple деген сияқты аккаунттарыңызбен кірсеңіздер болады. Мен Google-мен кіремін. Мінекей бізді аккаунтқа кіргізді. Қарасаңыздар, мен қаншама проект жасап тастағанмын. Бұл жерде біз мына дроп деген батырманы басамыз. И мінекей өзімізге керек шумдар тұр. Соның ішінен біріншісін таңдайық. Жаңағы миксерді. Мен сіздерге дәлелдеп көрсетейін. Мына жерде түртпесеңіздер болады. Осы Keep Music деген тұра берсін. И Start Production басамыз. Тез болады барлығы. Видеоны немесе осы аудионы 1 минуттың ішінде тап-таза қылып шығаруға болады. Осы нейросет арқылы. Бұл достар айтпақшы, бұл нейросет. Вот қараңыздар. Қазір мен сіздерге оригиналды қосайын, мына жерден шумбырды таңдадық қой біз жаңа. Сәлем достар, мына дауысты тазартып көрейік. Бір. Естіліп тұр ма? Жоқ, дауысың естіліп тұрған жоқ. Енді біз мына жерде нейросетпен тазарттық, көрейік результатты. Сәлем достар, мына дауысты тазартып көрейік. Бір. Миксердің дауысы жоқ. Бір. Дауысым естіліп тұр ма? Енді естіліп тұр. Вот көрдіңіздер. Сіздер дәл мен сияқты мынандай ауыр техникамен дауысты құртып алды деп ойламаймын. Машинаның дабылы, жан-жақтағы адамдардың сөйлегені деген сияқты соның барлығын тазартуға болады. Енді біріншісін тазаладық, қайттан басамыз мынаған. И осы жерден екіншісін дәлелдейік ал. Екінші шумды қояйық. Мен бұл жерде қолдан шум қосқан болатын. Бұны қазір мен қосайын. Шум 2 деп тұр мінекейіңіз. Так, специально мынау екінші шум. Қостым. Шум кетеді ме екен, кетпейді ме екен. Бұл жерде бір кішкентай вентиляторды қостым и кеттік. Старт басамыз. Опа, мінекей дайындап берді. Көрейік. Так, специально мынау екінші шум. Қостым. Шум кетеді ме екен, кетпейді ме екен. Көріп тұрғандарыңыздай, шум жоқ. Яғни өзіңізге қажет осындай аудионы алғаннан кейін, мінекей астындағы download дегенге басасыздар. Сол кезде бұл аудионы өзіңізге скачать етіп алынады. Мінекей ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай екен, я. Естеріңізде болсын, көрермен качествосы төмен видеоны кешіру мүмкін, бірақ құлаққа жағымсыз дауысты кешірмейді. Сондықтан да дауыстарыңыз әрқашан жарқын болсын. Видео пайдалы болса, каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарияға өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Чао!